Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы гидросфера қалай құрылған. Яғни қараңыздар, біз бүгінгі сабақта не істейміз? Гидросфера қандай бөліктерден тұрады және қандай дүниежүзі су айналымдарының рөлі қандай? Гидросфераның бөліктері ретінде құрлық сулары мен жерасты суларының ерекшеліктерін анықтайтын боламыз. Біз сұрақ арқылы бастаймыз. Гидросфераның жер ғаламшары мен адам үшін маңызы қандай? Сұрақ, иә? Су айналымы мына жерде көріп тұрғанымыздай. Келесі жауап: гидросфераның құрамдас бөліктері біздің ғаламшарымыз бірегейлі, онда судың болуы, су жердегі ең көп таралған заттардың бірі, ол сұйық газ тектес және қатты күйде кездеседі. Сондықтан жердің су қабықшасын гидросфера деп атайды. Міне, таудан мұздық, су, өзен, көл барлығы гидросфераға байланысты болып келеді. Келесі бізде сұрақ: гидросфераның құрамдас бөліктеріне кеп тоқталатын боламыз. Гидросфераның құрамдас бөліктері қандай? Жауап: гидросфера жер бетіндегі тіршіліктің негізі. Су тірі ағзалардың өмір сүруі үшін, климаттың қалыптасуы, жер бедерінің өзгеруі үшін өте маңызды. Су табиғаттағы ең белсенді заттардың бірі. Ол үздіксіз айналымда болады. Айналым булану, бұлт түзілу, жауын-шашын жерге сіңу, қайтадан өзендерге, теңіздерге құйылу. Міне, өздеріңізге көріп тұрғандай, булану, су булы бұлттар, бұлттағы су, жауын-шашын өзендерге құйылып, жер астына сіңіп, қайтадан буған. Міне, су айналым дегеніміз суреттегідей. Гидросфераның құрамына кіреді мұхиттар мен теңіздер. Жер бетіндегі судың шамамен 97% бөлігі кіреді. Мұздықтар мен қарлар шамамен 2%, өзендер мен көлдер 0,2%, шамамен жерасты сулар 0,98%, атмосфера су буы 0,01%. Енді қараңыздар, дүниежүзінде су айналымы, жер бетіндегі судың жалпы көлемі жаңағыдай 1386 миллион болатын болса, оның басым бөлігі 10,5% дүниежүзілік мұхиттағы тұзды су түрінде болады. Ал қалған бөлігі құрлықта, мұздықтарда, өзен, көлдерде кездеседі. Күннің жылынуынан мұхиттан су буланып бұлтқа қарай айналады. Міне, суреттегідей көлдер барлығы мұз болады, бу болады, су буы болады, атмосфералық жауын-шашын болады, міне қайтадан өзенге құяды. Бұлттар желмен құрлыққа көшіп, жаңбыр не қар болып жерге түседі. Ол су қайтадан өзен, көлге құйылып, мұхитқа ағады. Осы үдеріс дүниежүзілік су айналымы деп аталады. Судың бұл айналымы мұндай тізбекпен жүреді. Мұхит, атмосфера, құрлық, өзендер қайтадан мұхитқа баратын болып есептеледі. Келесі бізде құрлық суларына кеп тоқталамыз. Құрлық сулар дегеніміз не? Мына суреттегідей көріп тұрғанымыздай, қандай құрлық сулары бар, иә? Мысалы, бұл жердің бетінде орналасқан барлық табиғи су көздері. Олар жаңбыр мен қар суларының мұздықтарының еруінен және жерасты суларының жер бетіне шығуынан түзіледі. Құрлық суларына мыналар жатады. Мысалы, өзендер, мысалы Қазақстанда келетін Сырдария, Есіл, Ертіс, көлдер жер бетіндегі шу жиналған тұйық ойыстарды айтамыз. Оған Балқаш пен Алакөл жатқызуға болады. Батпақтар, ылғалы мол өсімдіктерді айтамыз, ылғал жерлерді айтамыз. Мұздықтар мен қар жамылғысыдағы су қатты күйінде болатын аймақтар, мысалы Тянь-Шань, Алтайды айтсақ болады. Ал жасанды су қоймалар адамдардың салған бөгендері, мысалы жасанды сулар ары қарай келатқан ағыстарды өздеріне қарай бұрып, ауылдың не қаланың ортасынан өткізетін бөгендерді айтуға болады. Құрлық сулар туралы бүгінгі сабақта талдайтын боламыз. Бүгінгі сабақта гидросфера дегеніміз не, гидросфераның құрамдас бөліктері, гидросфераның бөліктеріне тоқталатын боламыз.